Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бір шайда қалмайтын өте дәмді және үгілмелі болып шығатын печенье рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыз. Печеньелеріміз үшін ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып аламыз және үстіне қант ұнтағын саламыз. Екеуін жақсылап қант ұнтағы ерігенге дейін араластырып аламыз. Және осы массаның үстіне бөлме температурасында еріп тұрған 82,5% сары майымызды саламыз. Осы массаның үстіне разрыхлитель, ванилин және де ұнымызды салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бұл печенье қамырын өте көп уақыт илеп тұруға болмайды. Осы қоспасындағы құрамындағы заттар басы бірігіп, толық араласқанға дейін осылай қолымызбен мыжып жақсылап илеп аламыз. Және де осы дайын болған қамырымыздың үстіне мен Қазақстан шоколадын қолдандым. Кез келген молочный, яғни сүтті шоколадты қолдана берсеңіз болады. Осылай майдалап турап, қамырдың құрамына қосып, осылай біріккенге дейін жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте осы дайын болған қамырымызды майда бөліктерге бөлеміз. Шамамен мен 30-35 грамм шамасында бөліп шықтым. Осылай бірдей дөңгелек етіп барлығын тізіп аламыз. Бұл көлемдерді осылай кішкентай немесе бұдан да үлкен етіп 50-60 грамм етіп кукис печеньелері сияқты форма беріп жасауға да болады. Яғни бұның размерін өз қалауыңызбен жасай бересіз. Келесі кезекте барлығын осылай жасап алғаннан кейін қызып тұрған пеште алдын ала 180 градуста қыздырып 10-15 минутта пісіріп аламыз. Печеньелеріміз өте тез уақытта піседі. Күйіп кетпеуін қадағалап отырыңыз. Осымен біздің печеньелеріміз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді және де үгілмелі, ауызға салса еріп кететін печенье болып шықты. Жасап көріңіздер, бір жасағаннан шығатынына сенімдімін. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар.